Қайырлы күн, тыңдармандар. Сіздермен бірге Аудио KZ арнасы каналымызға тіркеліп алыңыз. Тамылжыған тамыз айының кеші де ерекше. Қызара батып бара жатқан күннің сәулесі теңіздің бетіне қызыл бояу төгіп тастағандай болып көрінді. Осы бір көріністі күнде тамашаласа да, әр күні өзінше ерекшелене бататын сияқты. Әлде бұның көңіл күйімен үйресе ме екен? Әйтеуір жаны тыныш табады. Күні бойы кабинетте отырып, шаршағанын теңіз жағасына келіп басуды әдетке айналдырған. Кейде шалбарының балағын түріп тастап, жалаң аяқ теңіздің толқындарымен ойнайды. Ондай кездерде жаны рақаттанып, балаша шаттанады. Кей кезде су бетіне қарап ұзақ отырып қалады. Жалғыздығы есіне түскен кездегі күйі осындай. Жалғызы жалғыз емес-ау, достары, жанындағы қызметтестері бар, бірақ жаны жалғызсырап тұрады. Басқа қалада, жаңа ортада, жаңа қызметке үйренісіп кету де оңай емес екен. Әсіресе елден жырақта жүріп, көп дүниеден бейхабар болған соң ба, бәрі жат дүние болып тұрады. Бой үйрету үшін әлі де уақыт керек сияқты. Елге оралғанына өзі де қуанды. Әкесінің жанында болған санаулы күнде әке шаңырағының ыстығын, туғандардың ықыласын сезінді. Әкесі балаша қуанып, қасынан жібермей ұстады. Кәрілік те жетіп қалған екен, бұрынғы қаталдығы бәсеңсігендей. Әлде анасының дүниеден ерте озып, соңында жалғыз қалғаны жанына батып жүргендіктен бе екен? Бойын тік ұстағанымен жан жарасы бар екенін жанарынан оқуға болатын сияқты. Жұмысқа шығатын күн жақындап, жолға жинала бастаған кезде қимай жүргенін байқады. Жолға шығар алдында жанына шақырып алып ақылын айтты. Өзінің қызмет жасаған кездерін еске алып, бейнетсіз күндердің де болмайтынын айта келіп, тамағын кенеп, негізгі тақырыбына көшті. Осы әңгіме жайлы қозғалатынын өзі де сезіп қашақтап жүрген. Менің қойдың жасындай жасым қалды. Тік жүргенім болмаса, әкең баяғыдай емес, қартайды. Балалардың сенен басқасы өз жолдарын тауып кетті. Сені ойлайтын едім, Аллаға ризамын. Аман есен елге келдің, абыройлы болдың. Менің де арманым орындалды. Әке үшін ұлының болғаны бір абырой, ал ұлының әке атына лайық болғаны одан да зор бақыт балам. Мен өзіңе ризамын. Әттең, шешең көре алмады. Ол да тағдырдың жазуы шығар. Ендігі тілегім, сенің аяқтанғаныңды көрсем деймін. Өзімнің тірісінде шаңырақ көтергеніңді көріп кеткім келеді. Сол кезде анау жаққа да тыныш кетермін деп ойын айтты да, не дейсің дегендей бұған тесіле қарады. Бұл үнсіз қалды. Дәл сол кезде оның іші алай-дүлей еді. Өткен жолы пошташы апай ұзақ уақыт өзіне жазылған хаттарды сақтап келгенде, бұл сол хаттың біреуінде ашып оқи алмай қалған. Айыптан айырылып қалғандай болды. Қолында жанған бір хаттың жарты беті ғана қалды. Сол жарты бет қағазда өзін сүйген жанның жүрегінің жартысы лүпілдеп тұрғандай болды. Сол күннен бері жаны тыныш таппай жүр. Жұмысқа кіріскен соң бәрі ұмытылып кететіндей көрініп еді. Ұмыта алмады. Керісінше есінен шықпай қойды. Жарты беті жанған хатты бойтұмардай сақтап жүр. Сол күні кеште қалғанын жағып жіберуге де қимады. Қолы бармады. Бейне бір өз сезіміне сатқындық, қиянат жасаған сияқты болып көрінді. Сол кеште болған оқиға есіне түссе, іші ашиды. Елге оралған кезде ауылда біраз уақыт болған. Ауылдағы поштада жұмыс істейтін апай бұған келген хаттарды сақтап жүрген екен. Қанша уақыт сақталған хатты қарындасы ойламаған жерден самауырға от тұтату үшін жағып жіберген. Жанып жатқан хаттарын көріп, өзін өртеп жатқандай күй кешкен. Сол хаттармен сезімі бірге өшіп кетті ме десе, күннен күнге өршелене тұтанып жатқандай көрінеді. Мен сені сағынып жүрмін деген жолдарды оқыған сайын сүйіктісі өзінің жолын күтіп жүргендей болады. Бірақ қай жақта күтіп жүргені белгісіз. Қалың ой құшағына енген жігітті жанына келген ер адамның жөткірінген дауысы селк еткізді. Жүзі таныс сияқты. Анықтап қараған кезде таныды. Жағалауға келген сайын көріп тұратыны есіне түсті. Байқағаны үнемі жалғыз жүреді. Бір-екі рет қатарласа теңіз жағалаған болатын. Ол өз оймен, бұл өз оймен
содан таныс адам сияқты қарсы кездесіп қалса, бас изесіп өтеді. Бүгінде қарсы кездесті. Өз-өзіне ыңғайсызданып қалды да, бұрыннан таныс адамындай қолын беріп амандасты. Бүгін бірінші рет жүзіне анықтап қарады. Бурыл тартқан жасы өңіне жарасып тұр. Қалың қабағының астындағы көзі жылы көрінеді екен. Қалайсың, жігітім? Шүкір, өзіңіз? Шүкір, қараймын. Үнемі жалғыз жүресің. Бұл жаққа қыдырып келген екен дейін десем, жиі көремін. Қала тұрғыны сияқтысың. Теңізді тамашалауға келеді деп ойлайын десем, теңізбен шаруаң жоқ. Өз ойыңмен әлек сияқтысың. Мазалаған бір ой бар-ау, бауырым, деп жылы жанарын сығырайта қарады. Жігітке сырын біліп қойған адамдай болып көрінді. Кібіртектеп қалды. Қалаға жаңа келгенім рас, әлі үйрен салмай жүрмін. Ал теңізді тамашалап болғанмын, мұхитты да көрдім. Солай де, мұхитты көрсең теңіз деген не тәйірі дейсің ғой. Солай болар, бірақ әрқайсының орны бөлек. Ол рас, бауырым, қазбаламай-ақ қояйын онда. Сөзге жақын емес сияқтысың. О не дегеніңіз, ағасы? Негізі сөзге онша емес едім. Ойлауға шебермін де. Жігіт одан сайын қысыла түсті. Ойын оқып тұрғандай сезінді. Сырттай қараған адамға қалың ойға шомылып, шешімін таба алмай жүрген сияқты көрінесің. Мен әр кеште осы жерде серуендеймін. Сенің келгеніңе біраз уақыт болды. Үнемі жалғыз жүресің. Өз-өзіңмен, ойыңмен арпалысып, бір шешім қабылдай алмай жүрген сияқты болып көріндің. Мен де бұл жерге жалғыз келемін. Жаным тыныш табатын жер осы. Сені де өз қатарымнан ба деп қалғаным ғой. Жасың кіші болған соң сен деп жатқаным, ренжіме бауырым. Жоқ, сіздің жасыңыз үлкен, бәрі дұрыс. Өз-өзіңе қожа сияқтысың, бойдақсың ғой, иә шамасы? Иә, бойдақпын. Қандай тамаша шағың, шіркін десеңші, деп бір тамсанып қойды. Солай болар, бауырым, қыстың күні қар сататындай сөзге сараңсың ба? Әлде әңгімеміз жараспай тұр ма? Жоқ аға, жалпы шешендігім шамалы, бірақ жақсы тыңдаушымын. Солай де, сол сөзге сараңдығыңнан саяқ жүрсің бе? Сырттай қарасам, бір ой маза бермейтін сияқты ғой. Шешімі жоқ дүние болмайды, бауырым. Дәл осы кезде жігітке бейтаныс адам көріпкел адамдай болып көрінді. Жанын жеп жүрген ойдың шешімін таба алмай жүргені рас еді. Бейтаныс болса да, ойындағысын жайып тастаса болар ма екен? Әлде бір-екі ауыз сөз айтты екен деп, ішіндегі сырын лақ еткізіп төге салғаны әбестік пе екен? Екі ұдайы болып тұрған бұның ойын оқып қойғандай әңгімені ол өзі бастап кетті. Адам баласы не ойласа сол болады екен деп көп қателеседі. Ойлағаны іске аспай қалса әркімді бір жазғырады. Кінәні басқадан іздейді. Мен қай жерден қате жібердім, неге осым дұрыс болмады деп өзінен қате іздемейді. Басқаша айтсам, өз-өзінен есеп алмайды. Есеп сұралмаған жерде амалыңды жасап кете бересің. Қателік осы жерден басталады. Кейде пендешілікке салынып, маңдайыма жазғаны осы деп бәрін тағдырыңа жаба салады. Былайша айтсақ күреспейді. Өзім де сондай едім. Әйтеуір әңгіме бастадым, айтайын. Тыңдауға бармын дедің ғой. Мына ағаңның өмірінде шіркін-ай деп тамсанғанынан әттең-ай деп өкінгені өте көп. Өзің сияқты мен де жас болдым. Жастық шақта бәрі жарасымды ғой. Жас кезімде сүйген қызым болды. Керемет жан еді, сұлу еді. Ол қандай сұлу болса, сондай қарапайым еді. Тәкаппарлығы жоқ болатын. Жақсы көрдім. Ол да мені сүйді. Жолдас балалар сұлулығына сұқтанатын, бірақ мен қызғанбайтын едім. Сүйіктіме сенетінмін. Біздің уақытта оқып жүрген кезде әскерге жасың келіп тұрса, бірден әскерге шақыртатын. Мені солай екінші курста оқып жүрген кезімде әскерге алды. Достарым шығарып салды. Сүйген қызым да келді. Күтетінін айтып уәде берді. Әскерде жүрген кезде үзбей хат жазып тұрды. Бәрі жарасымды еді. Әскерден келген соң арамыз суып кетті. Оның өз себебі болды. Әскерден келген соң елге бардым. Ауылдағы бар достарым, құрдастарым жиналып, біраз күн тойладық. Ол уақыттың отырыстары да ерекше еді ғой. Біріміз домбырада, біріміз баянда ойнап, ән шырқап, несін айтасың, тамаша кездер еді. Туғандар кезектесіп қонақ етті. Күні түні жиын.
Біраз уақыт елде болдым да қалаға оқуымды жалғастыруға кететін болдым.